Bismillah, assalamu alaikum. Арыстағы Еркебұлан ағам келді. Өзінің көршісін алып кеп, құдай қаласа бүгін бір квадрат шылаушыны алып отыр. Аға берекесін берсін дейміз. Есіміз кім еді? Есімім Серікболат, Арыс қаласынан. Құдай қаласа мына бір квадратпен бастап отырық. Құдай қаласа бір квадратпен бастап отыр. Қалай болып жатыр, қалай жүргіземіз деген тірліктерін бәрін түсіндірдік барынша. Енді қазір WhatsApp группаға қосып, дальше бұл тірліктің негізгі шарттарының бәрін түсіндіретін боламыз Серік ағамызға. Арыстағы Еркебұлан ағамыз өзіңе қалағанды мұсылман бауырыңа да қала дейді ғой. Еркебұлан ағамыз өзінің пайдасын біліп көріп, қазір 50 квадратқа көбейттім дейді өзі, бірақ сатуға ниетім жоқ дейді әлде де ше. 50 квадратты 500-ге жайсам ба деген ниет болып отыр да. 500 дайындап қойдым. Бұл кәсіп өзі негізі өзінің пайдасын, жалпы нәтижесін көрсетіп қойған. Сол себепті осындай мына Серік ағамыз секілді ағаларымыз күнделікті күн ара келіп бізден 1 квадрат, 2 квадрат коробкілеп алып жатыр, әркім өзінің шамасына қарай. Серік аға берекесін берсін, құдай қаласа. Негізгі шарттарын түсіндірдім қазір. Құдай қаласа группаға қосып қоямыз. Осы кәсіпке ниет еткендеріңіз Серік ағам секілді уақыттан ұтылмай ертерек бастап кетіңіздер. Дәл қазіргі уақытта керемет уақыт болып тұр. Жақсы, каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір жазып қойыңыздар. Шытырлап 150 теңге санап алдық. Сәкен кетті, артына сап алды, 5 қапты. Алла берекесін берсін. Артқы есік ашық.